түстегі оқушылар кинетикалық, потенциалдық энергия тобына барамыз. Жасыл түстегі оқушылар бұрын мына 3 түрлі сұраққа жауап беріп көрейікші. Бірінші, адам және жан-жануарлар не үшін тамақтанады? Энергия алу үшін. Айталы. Өздеріне энергия жинау үшін. Өздеріне энергия алу үшін тамақтанады екен. Өте дұрыс жауап берді. Екінші, үтік және шам қалай жұмыс істейді? Кім айтады? Мен. Энергия көзіне жарықпен істейді. Дұрыс айтады. Бұл электр энергиясы. Электр энергиясымен жұмыс жасайды. Өте жақсы жауап берді. Ал айта ғой. Бензин құю. Дұрыс айтады. Автомобиль қозғалу үшін міндетті түрде ол бензинді құйып алу керек. Солай ма? Иә. Өте жақсы. Демек, бүгінгі тақырыбымыз кинетикалық энергия және потенциалдық энергия практикалық жұмысы. Бүгін энергия тақырыбына қорытынды жасайтын боламыз. Білуіміз керек. Кинетикалық энергия формуласына есепке шығаруға қолдана білуіміз керек. Және де потенциалдық энергия. Жоғары көтерілген дене үшін потенциалдық энергияның формуласын қолдана білуіміз керек. Үшін өмір сүрудің маңызды шарты. Күннен алған энергиясын сақтайтын өсімдіктерден бастап. Күнделікті іс-әрекетіміз, қимылымыздың барлығы неге байланысты екен? Энергияға байланысты екен. Демек, біз энергиямен тығыз байланыстамыз. Күнделікті қозғалысымыз, секіргеніміз, жүгіргеніміз барлығы осы энергияға байланысты екен. Олай болса, кім айтады? Табиғатта энергияның қандай түрлері бар екен? Кинетикалық дегеніміз бұл потенциалдық екеуі бірігіп механикалық энергия. Жақсы, өте тамаша. Міне, тағыс ағашына өзінің бөлімді жазды. Бұл күштердің түрін жақсы, керемет. Тағыс ағашына жаздыру, тағда тоқтады. Және электрлік, жылулық, ядролық сәулелену, магниттік энергиялар бар. Есіңізге сақтап жүреміз. Энергияны біз анықтамасын айтып көрейікші қана. Жұмыс істеу қабілеттілігі, солай ма? Демек, жұмыс істеу үшін не болу керек? Энергия болу керек. Дұрыс айтасың, керемет. Ал енді, бүгінгі біздің тоқталатынымыз механикалық энергия. Ол механикалық энергия нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Қандай? Кинетикалық және потенциалдық. Осы кинетикалық энергияның формуласы кім тақырып? Серпіндірек күшіне байланысты, серппеге байланысты потенциалдық энергияның формуласын кім жазып көрсетеді? Жылдамдық. Өте дұрыс айтасың. Жылдамдықтың бірлігі қандай? Метр секунд. Өте жақсы. Жылдамдықтың бірлігі метр секунд, иә? Масса дегеніміз бұл жердегі М, иә? Бұл жерде Ж дегеніміз не ғой, иә? Жер шарыныкі қаншаға тең? Ал Ерхан, толықтыра ғой, қаншаға тең? X дегеніміз дұрыс айтасың? Созылу, дұрыс айтасың. Керемет, отыра ғой. Ал қана чатқа жібердің, қана орындаймыз. Фьюзи арқылы
Қыбыжыға ауыстырсақ, ол 0,105 метр. E тең 0 джоуль. Бізге табу керек оның қатаңдысы. К тең қан квадраты, қан формуласы 2E бөлінген x квадрат. К тең 0 көбейтілген 2, оны бөлем x квадратқа. Тең 300-ді бөлем 0,1025-ге. Тең 120 мың. Осы секцияның сол бұл жұмасы болса, қызылды елге қаншалықты артады. Бізде бұсында берілген x-тің Потенциал М жүйелі ады масса қанша? Масса 3. 3,5 Ол үшін 0 джоуль потенциалдық энергия жұмсалады. Зерікпенің қатаңдығы қандай? А тең x тең 5 см. Оны қыбыжыға ауыстыру керек. Тең 5 см-ді жүзге бөлсек 0,105 метр. E тең 0 джоуль. Бізге табу керек оны қатаңдықта. Қатаңдықтың формуласы 2E бөлінген x квадрат. К тең 0 көбейтем 2 бөлінген 0-ге 2. Сәйкестігін орындаймыз. Енді бір оқушыдан келіңдер. Әрбір топтан бір қорытындылайық. Қана бүгінгі сабақтан қандай өздеріңе білім алдыңдар, я? Тақырып бойынша алған керекті ақпаратты стикерге жазып, чемоданның қасына жабыстырамыз. Егер де тағы да осы ақпаратты өңдеуім керек, толықтыруым керек дегендерің болса, онда ет тартқышқа апарып жабыстырамыз. Бұл тақырыптан керек емес болған, артық болған мәселелер болса, онда стикерге жазып, оны тоғыз шашыне жабыстырамыз. Стикерде керек емес болған мәселе деген сияқты. Немесе өзіңе тағы да өңдеу керек материалдар болса, көп сөз емес, оғанға дейін табыс ағашындағы гүлдеріңді санап көрейік. Кинетикалық энергия тобында неше гүл бар екен? 8 гүл бар екен, бір жапырағы бар екен. Өте тамаша, керемет 8 гүл бар екен. Сендерде табыс ағашында қанша гүлдер бар? Ештеңе
сабақты зерттеу әдісі. Lesson Study'дің нысаны 7-ші М сыныбы физика пәні. Пән мұғалімі Бақыт Арай. Lesson Study'дің топ мүшелері модератор Нен Нұрсадыкова Гаухар, физика пәнінің мұғалімі. Топ мүшелері Қарашалова Данагүл апай, Бейвазы Кенжегүл, химия пәнінің мұғалімдері, және физика пәнінің мұғалімі Омарбекова Дина. Lesson Study'дің мақсаты сабақ үдерісінде оқу мен оқытуды жақсарту. Топ мүшелері зерттеу фокусы ретінде оқушылардың үйренуін және мұғалімнің сабақ беруін жақсарту мәселелері ретінде қабылдап алдық. Бұл дегеніміз не? Мұғалімнің педагогикалық шеберлігі, яғни сабақты жақсы ұйымдастыра алуы, сабақтың оқу мақсатына байланысты тапсырмаларды дұрыс таңдай білуі. Яғни осылардың бәрі келе біздің жаңағы негізгі мақсатымызға жауап беретін болады. Зерттеу кезінде алдын ала дайындалған 2 циклдан тұратын кесте бойынша 6 тізбектелген сабақтар өткізілді. Бұл сабақтарда біз ең бірінші белгіленген уақыт мезетінде барлық Lesson Study'дің топ мүшелері сабаққа толығымен қатыстық. Одан кейін сабақ біткен соң топ мүшелері сабақты толығымен талдадық. Талдау кезінде пән мұғаліміне қажетті кеңестерімізді беріп, тиімді әдіс тәсілдерімізді айтып отырдық. Сабақта қанша оқушыны бақылау қажеттігін әр топтың мүшелері өздері таңдады. Яғни бір сабақта бір мұғалім бір оқушыны таңдады, келесі сабақта да жұпты таңдады. Енді біреулері топты таңдаса, мен өзім тиімді тәсіл ретінде бүкіл сыныпты таңдауған дұрыс деп есептедім. Яғни осы 6 сабақ бойы мен жалпы сабақтағы қатысып отырған оқушыларды толық бақылау нысаны ретінде қабылдап алдым. Пән мұғалімінің осы жүргізілген зерттеу сабағы топ мүшелері арқылы толық талқыланып, мұғалімге қажетті кеңестер беріліп, жаңағы тиімді әдіс тәсілдердің түрлерін ұсыныс ретінде айтып отырдық. Келесі сабақтарға қатысқан кезде пән мұғалімі осы айтылған біздің кеңестеріміздің бәрін еске алып, жаңадан сабағын өткізді. Сабақ талқылау барысында біз топ мүшелері пән мұғаліміне деген ынтымақтастық қатынаста болдық. Себебі бұл жерде біз мұғалімді оның жіберген кемшілік қателіктерін айту емес, біз ол мұғалімге көмек ретінде өзіміздің ақыл кеңесімізді біріп, өзара ортақ шешімге келіп, келесі сабақтың керемет жақсы қысқа мерзімді жоспарын жасауға көмектестік. Сонымен осы бірінші өткізілген сабақпен ең соңғы өткізілген 6-шы сабақтың екеуінің ортасын салыстыра кететін болса, зерттеудің нәтижесінде, мұғалімге берген көмектің нәтижесінде оқушылардың өте үлкен нәтижеге жеткендігін бақылауымызға болады. Себебі оқу мақсатын оқушылар толық меңгергендігін көрсетіп, кері байланысқа шығып отыр. Мұғалім жақсы адам бәрінен үйренеді, ылғи да үйрену үстінде болады деген қағиданы ұстанатын болса, онда міндетті түрде табысты оқуға қол жеткізетіндігін басты назарға алу керек деп ойлаймын.